Сәлем қадірлі оқушылар, мамыр ұбыты жақындап қалды. Базада өзгеріс болған екен, сол себепті мен сіздерге бүгін тағы бір тест талдауын өткізуді жөн көрдім. Сіздермен Феруз апайларыңыз мына тест талдауын соңына дейін нұсқа талдауды көріп шығыңыздар. ұбытыда тура сондай сұрақтар келіп қалса, сіздерге өте пайдалы болады деген ойдамын. Бірінші сұрақ: донорлы аксепторлы байланыстағы аксептор. Донор дегеніміз не, аксептор дегеніміз не? Мына сіздер аммиактың 5-ші топта болған үшін, аммиакта 5 электрон бар екенін білесіздер сыртында. Сыртқы қабаттағы 5 электроннан ол 3-ін сутекпен бірге байланыс түзуге жұмсайды. Ал енді мына бір жұп электрон онда қалып қойды. Сол бір жұп электронды ол бос ячейка, бос орбитал, яғни сутек протонымен қосылып, донорлы аксепторлы байланыс NH4-ін түзе алады екен. Демек, бұл сұрақта дұрыс жауап бос орбиталы бар бөлшек және сутек туралы сөз болып жатыр. А жауапты белгілейік. Келесі сұрақта: қосылыста қышқылдық қасиет көрсететін металл. Демек, металдардың ішінен D элементтер берілген екен. Сіздер мына қайсы бір металымыз қышқылдың құрамында кездеседі деген ойға келсеңіздер, дұрыс жауапты таба аласыздар. Демек, бізде хром қышқылы бар, хроматтар құрамында келеді, сол себепті С жауабы дұрыс. Екінші атоп элементтеріне тән физикалық қасиет. Сіздер екінші атопты периодтық кестені ашып қойыңыздар. Жоғарыдан төменге қарай мына жауаптарды тексеретін боламыз. Бірінші жауап: атомдардың радиусы өседі. Әрине, төменге қарай радиус артады. Сондықтан да А жауап демек бізде дұрыс жауап екен. Келесі сұрақта 3D5 4S1 деп тұр. Қадірлі оқушылар, периодтық кестені алдыларыңызға алып алыңыздар. 3D5 4S1 деген сөздің мағынасы: мына периодтық кестедегі 4-ші периодке қарайсыздар. Мына жерде ең басынан бастап 5-ке 1-ді қоссақ 6 болады ғой. Демек, біз 4-ші периодта калийдан бастап калий, кальций, скандий, титан, хромға дейін санап келеміз. Демек, хром екен. Мына жерде назарда тұтылып отырылған элементіміз. Енді хромның аралық тотығу дәрежесі қандай деген сұраққа жауап берейік. Хром плюс 2 бола алады, хром плюс 3 бола алады, тағы да хром плюс 6 бола алады. Енді өздеріңіз мына сұраққа назар аударыңыздар. Аралық тотығу дәреже бізде хром плюс 3 болып тұр екен. Демек, мына жердегі біз Д деген жауапты белгілейтін боламыз. Демек, 4-те Д жауабы дұрыс болды. Келесі сұрақ. Өте оңай сұрақ екен. Сульфат ионына сапалық реактив барий 2+ болатында бізге белгілі. Яғни барий сульфат тұнбаға түседі. Бұны түсіну үшін ергіштік кестесін алдыларыңызға алыңыздар. Мына SO4 ергіштік кестесіне назар аударатын болсаңыздар, SO4 анион табамыз. SO4 анионы немен бізге мына жердегі иондардың қайсы біреуімен тұнба беріп тұр? Литиймен бермейді, ол ергіш, ал бариймен береді. Барий SO4 деген бәріміз білетін танымал тұнба бар. Демек, сол себепті сапалық реактив деген сөздің мағынасы екеуі бірге тұнба түзеді деген мағынаны білдіреді. Келесі сұрақ өтейік. Ертіндісі ионға ыдырай алатын қосылыс. Оқушылар, демек, мына жерде бізге қойылып отырған сұрақ: мына заттардың әр екеуі суда еріп, иондарға ыдырау керек. Бір сөзбен айтқанда, электролит болу керек. Мына жерде бірінші Адағы тұрған затымыз кремний қышқылы, ол суда ерімейді, сондықтан кірмейді, ал калий екес кіреді. Келесі сұрағымызды мысалдарды қарайтын болсақ, Б мысалдарды: магний гидроксиді бізде суда ерімейді, ал натрий карбонаты бізде суда ериді. Демек, Б жауабы да бола алмайды. Келесі сұрақта кальций хлориді және калий сульфаты, олардың әр екеуі де суда жақсы ериді және иондарға ыдырай алады деген
сөз. Демек, С жауабын белгілейміз. 6-да бізде С жауап болды. Келесі сұрақ. Өзгерістер берілген екен. Фосфордан кальций фосфиді, одан X заты алынып тұр. X затынан фосфор 5 оксиді, одан ортофосфор қышқылы түзілген екен. Демек, реакция теңдеулерін жазып жіберейік. Фосфорға кальций қосатын болсақ, бізде кальций фосфиді түзіледі. Ал кальций фосфидін мына жерде теңестірсек те, теңестірмесек те, қазір бұл бізге маңызды емес. Себебі бұл есеп емес, сондықтан да қай зат екенін тауып отырғандықтан теңестірмесек те болады. Кальций фосфидінен бізде оқушылар аралық зат ретінде су қосқан кезде фосфин түзіледі. Кальций гидроксиді немесе ақсуы десек те болады, және фосфин түзіледі. Демек, біздегі X заты фосфин болып тұр екен. Бізде дұрыс жауап С деген жауабымыз болды. Белгілеп жіберейік. Келесі сұраққа өтеміз. Алтыда белгіленбей қалғандай болды да, белгіленген екен. С жауабы. 7-де де С жауап болды. Енді келесі сұрақ. 8-ші сұрақ өтейік. 8-ші сұрақта 3 изомері болатын алкан дейді. Демек, біз органикалық химиядан изомер деген қандай заттар болатын еді? Олар молекулалық массасы және формуласы бірдей, ал құрылысы әртүрлі болған заттар. Демек, бутанда 2 изомер бар, бутан, изобутан. Демек, бұл жерде пентан деген жауап дұрыс болады. Қазір сіздермен соның қалай изомерлер бар жазайық, пентан С5H12 болғандықтан 5 көміртек жазып аламыз. Сутектер бар әрине арасында. Демек, бұл бізде нормал пентан болып тұр. С2, 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 С3. Енді мұна бізде главный дейміз, мұна цифра қойған неміздегі 5-ші тұрған көміртекті екіншісіне қоятын болсақ, бізде 2 метил бутан түзіледі. Бұл екінші изомеріміз болып тұр. Ал үшінші изомер болатын болса, мұна біздегі 5 көміртектен үшеуі негізгі, неде болса, тізбекте қалған мұна екеуі екіншіден жоғарыда және екіншіден төменде болады. Демек, бізде бұл әртүрлі атпен аталады. Сіздер мысалы мұнаны изопентан, мұнаны неопентан деп атауға да болады. Немесе бұны 2 метил бутан, мұна екіншіде бізде H3 тұрғаны үшін, екіншіде радикал тұр, 2 метил бутан, ал мұнау болса екіншіде 2 радикал тұрған үшін 2,2 диметил пропан деп аталады. Демек, пентанның 3 изомері бар екен. Пентанны белгілеп жіберейік. Демек, қадірлі оқушылар, бізде С жауап дұрыс екен 8-ші сұрақта. Келесі 9-ші сұрақ. 9-ші сұрақта құрамында 12 сутек бар циклоалкан дейді. Демек, циклоалкандардың жалпы формуласын еске түсіріп жіберейік. Циклоалкандардың жалпы формуласы CnH2n болатын, Демек, 12 болатын болса мына жерде, онда С6H12 деген жауап дұрыс болады. Бұл С6H12 бізде циклогексан болып есептеледі. Демек, А жауабы дұрыс екен. Келесі сұрақ өтейік.
Бензол мен фенол бромды сумен әрекеттескенде не түзіледі дейді. Демек, қадірлі оқушылар, сіздер арендер тақырыбымен танысқан кездеріңізде білесіздер, бензол бізде орын басу реакциясына түседі. Ал фенол болса, орын басу реакциясына түседі, бірақ ол жерде 3 орын активтеніп қалады. Бұның себебі жоғарыда тұрған сол фенолдың OH дейміз, жоғарыдағы OH тобы, OH гидроксил тобы. Мысалы, С6H6-ға біз бром қосатын болсақ, бұл жерде бізде катализатор темір, бром 3 болады, білесіздер. Демек, С6H5 бром және H бром түзіледі. Ал енді тура сол реакцияны біз фенолмен жазатын болсақ, мына фенолдың структура формасын сызсам сіздерге кішкене жақсы түсінікті болады деп ойлаймын. Мына жерде OH бар, мына бензолға қарағанда бензолдың құрылысы кішкене фенолдан немен айырмашылығы болып тұр. Мына бензолды сызып қояйын. Мына бензол. Бензолда CH6 жерде CH бар, ал фенолда болса бір сутектің орнына OH кірген. Және мына жердегі OH тобы мына фенолдың құрамындағы 3 точканы, мына жерде точкаларды активтендіріп қояды. Және олар бір емес 3 сутек ауысу реакциясына немесе алмасу реакциясына түседі екен. Бұл жерде броммен әрекеттескен кезде, демек бізде бір бром алмасу реакциясы емес, 3 бром алмасу реакциясы іске асады. Демек, мына жерде OH, қалған 2, мына 1, 2, 3, 4 және 6 деген точкаларда бізде не болады? Бром алмасынады. Демек, мына жерде түзілген заттың формуласы 2, 4, 6, 3 бром фенол болып тұр. Демек, біз А деген жауапты белгілейді екенбіз. Бром бензол түзілді и 2, 4, 6, 3 бром фенол түзілді бізде. Демек, қадірлі оқушылар, А деген жауабы дұрыс болды, белгілеп жіберейік. Келесі сұрақ өтеміз. Хром 3 хлориді гидролизінің екінші сатысының толық иондық теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы дейді. Хром 3 хлоридін гидролиздеп жіберейік. Бірінші саты болды. Ал екінші сатында тағы гидролиздейік. Ал енді демек, қадірлі оқушылар, мына жерде бізде иондарға ыдыратқан кезімізде хром OH бізде негізі хром 3+ еді ғой. Мына жерде 2 қалыпты, 2-ні жазып қояйық. Хром 3+ болғандықтан, мына жерде мына 2 біргелікті 2+, 2 хлор минус болады. Плюс су өз жазылады, иондарға ыдырамайды, жақсы білеміз. Енді хром OH 2 плюс хлор минус болады, плюс H плюс хлор минус болады. Демек, біз сіздермен толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысын қосып шығатын боламыз. Демек, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек, бізде жалпы коэффициенттер қосындысы 8-ге тең екен. Бұл бізде 8 деген Б жауабы болып тұр. Б жауабын белгілеп жіберейік. Түсінікті болды ғой, оқушылар? Келесі сұрақ өтеміз. Келесі сұрақта бізде тізбек берілген екен.
азоттан аммиак, аммиактан азот 2 оксиді, одан азот 4 оксиді және азот қышқылы тізбегінің ә сатысында қолданылатын реагенттер дейді. Демек, қадірлі оқушылар, мына жерде жазып шығайық, мына жерге тура теңдеуін жазбайық. Азоттан аммиак алу үшін біз оған қосамыз сутегі. Сутегі қосамыз. Демек, N2 плюс 3H2 тең 2NH3 болады. NH3-ті біз катализатор қатысымен жаққан кезде 5O2 мен бізде NO түзіледі. Ал NO-ны біз NO түзіледі. NO-ны тағы оттегімен тотықтырған кезде NO2 түзіледі. Демек, тағы оттегі болып тұр. Ал енді NO2-ден азот 4 оксидінен азот қышқылын алу үшін біз тек қана су қосып қалмаймыз, оған тағы оттегі де қосамыз. Неліктен? Себебі бізде оттегімен тотығу арқылы азот 5 валенттіге өзгеру керек. Мына жерде плюс 4 тотығу дәрежесі, мынаның азот 4 оксидінде, ал мына жерде плюс 5. Сол себепті біз O2 плюс H2O қосуға тура келеді бізге. Демек, реагенттеріміз H2 қарастырайық. Демек, бәрінде бар екен. O2 барлығында бар, екеуінде, үшеуінде бар екен. Тағы O2, мынауды да бар екен, ал мынау дұрыс келмей қойды. Соңғысы O2 плюс H2O деген жауап болады. Дұрыс емес, дұрыс емес, С-да дұрыс емес, демек Д деген жауабымызда H2, O2, тағы да O2, H2O плюс O2, демек Д жауабын белгілейміз. Қадірлі оқушылар, келесі сұрақ өтейік. Азот және водород сутегінің теңдеуі берілген екен. Тепе-теңдікті оңға ығыстыратын жағдайды қарастыруымыз керек. Яғни, өнім түзілу жағына ығыстыруымыз керек болады. Қадірлі оқушылар, бұл жерде бізде мына теңдеуде температура бөлініп жатыр, жылу бөлініп жатыр. Бұл деген сөз экзотермиялық реакция. Экзотермиялық реакция. Экзотермиялық реакция болса, демек, бірінші фактор бізде болады температураны төмендету. Оң жаққа ығыстыру үшін. Екінші фактор болады сутегінің концентрациясын арттыру. Үшінші фактор болады азоттың концентрациясын арттыру. Төртінші фактор болуы мүмкін қысымды арттыру. Неліктен? Себебі бізде мына жерде 3-4 көлем, ал мына жақта 2 көлем. Қысым артқан кезде бізде жақсы білеміз, көлем азаяды. Демек, оң жаққа ығыстыру үшін қысымды арттыру керек. Енді қарастырайық, мына жерде қай бір жауап бар екен бізде? Демек, температураны төмендету бар екен бізде. Аммиак концентрациясын көтеру. Негізі, мына жерде тағы бір 5-ші факторда болуы мүмкін. Аммиак концентрациясын төмендету деген. Бұл жерде аммиак концентрациясын көтеру дұрыс емес, температураны төмендету бұл дұрыс. Белгілейік. Қысымды төмендету бұл да дұрыс емес. Неге? Қысымды арттыру керек, оңға ығыстыру үшін. Түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Мен мына реакция үшін барлық оңға ығыстыратын жағдайларды жазып шықтым. Солардың ішінен тек қана температураны төмендету бізде берілген екен. С жауабын белгіледік. Келесі сұрақ өтеміз. Оқушылар, бізде органикалық заттар берілген екен. Мына жерде бізге пропен берілген және ацетилен берілген, этин. Пропен және этинге катализатор қатысында су қосқанда түзілетін заттар не болады деген сұрақ. Бұл сұрақ әрине өте кетондардың ішінде, альдегидтердің ішінде танымал реакциялар болып есептеледі. Мына бір реакцияны біз Кучеров реакциясы деп атаймыз. Демек, бұны Кучеров реакциясы деп атаймыз. Сіздер білесіздер, я? Себебі бұндай танымал реакцияларны білмейтін болсақ, бізде жақсы балл ала алмай қаламыз. Демек, Кучеров реакциясы. Бұл реакцияда бізде ацет альдегид түзіледі.
негізгі өнім ацетальдегид болады. Ал енді мына жерде бізде пропин берілген екен. Пропин сумен катализатор қатысында, сынап 2+ катализаторы қатысында реакцияға түскен кезде бізде, қадірлі оқушылар, кетон түзіледі, пропанон. Ал енді дұрыс жауапты іздеп көрейік, иә. Демек бізде ацетальдегид немесе этанол мына жерде бар екен, пропанон немесе ацетон. Бұның аты көп, ацетон деп аталады, диметил кетон деп аталады, пропанон деп аталады. Оның қай біреуі берілсе де, демек біз оны белгілей аламыз. Демек бізде А жауабы дұрыс екен. Келесі сұрақ өтейік. 8 грамм натрий гидроксиді 2-2 грамм көмірқышқыл газымен реакцияласқанда түзілген тұздың массасы дейді. Демек, қадірлі оқушылар, бізде реакция теңдеуін жазып жіберейік. Натрий гидроксидіне көмірқышқыл газын қосқан екенбіз. Мына жерде қандай тұз түзіледі деген сұраққа жауап беру үшін бір сіздер көңіл бөлетін момент бар. Мына жерде 8 грамм натрий гидроксидінің жоғары жағына қойып жіберейік. Ал 2-2 грамм көмірқышқылының жоғары жағына қойып, олардың астына натрий гидроксидінің емері дейміз, молдық массасы 40-қа тең, ал СО2-ның молдық массасы 44-ке тең. Неліктен біз қандай тұз түзілуін білмей тұрмыз? Себебі мына жерде коэффициент бізде 2 бар болатын болса, орта тұз түзіледі, ал олар екеуі әрқайсысы 1 молдан болатын болса, қышқылдық тұз түзіледі. Сондықтан да бұны бізге есептеу өте маңызды болып есептеледі. Демек 8-ді 40-қа бөлетін болсақ 0,2 мол, ал 2-2-ні 44-ке бөлетін болсақ 0,05 мол болады екен. Демек, өздеріңіз байқап тұрсыздар, натрий гидроксиді көп екен. Бұл деген сөз, мынаның алдына 2 коэффициентін қой деген сөз. Ал 2 коэффициент қоятын болсақ, бізде натрий карбонаты және су түзіледі. Бұндай жағдайда бізде орта тұз түзілді, енді есепті шығаруға болады. Демек, біз мына шығарған кезімізде тағы бір момент, мына қай біреуінің молы кіші болып жатыр, өнімді сонымен бірге есептеп табамыз. Демек, натрий карбонаты X грамм, ал оның астына оның емері 106-ға тең. Оны көп қолданғандықтан білесіздер. Демек, енді шешіп жібереміз пропорцияны. 106-ны 2-2-ге көбейтіп, 44-ке бөліп жіберетін болсақ, бізде қанша болады? Бесте 3 деген жауап болады екен. Демек, қадірлі оқушылар, мына біз 5-3 деген жауапты таптық. Мына жерде тестте ол Б деген жауапта тұр екен. Тест сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Натрий гидроксиді және көмірқышқыл газдарының әрқайсының молын таптық. Демек, мына жерде натрий гидроксиді артық болғандықтан оның алдына коэффициент қойдық. Бұл коэффициенттің арқасында түзілген тұзымыз орта тұз болып қалды. Нәтижеде түзілген тұздың массасын сұрап тұрған үшін біз кіші молмен, мына молдық фактор деп аталады, кіші молмен, себебі бұл жеткіліксіз, ал мына артық мөлшерде алынған. Сол жеткіліксіз заттың массасын пайдаланып, тұздың массасын және өнімнің массасын тауып алдық. Ол 5-3-ке тең екен. 5-3 бізде Б жауабында тұр. Ал енді келесі сұраққа өтейік. Ауа бойынша тығыздығы 2,9-ға тең болған 2,1 грамм зат жанғанда 6,6 грамм көмірқышқыл газы және 2,7 грамм су түзілді. Қосылыстың молекулалық формуласы. Жану өнімдерін пайдаланып, заттың формуласын табу деген есептер алгоритмына кіреді. Бұл өте жеңіл, қарапайым есептер болып есептеледі. Шығарып жіберейік, иә? Демек, бізде Д ауа берілген екен. Д ауа тең 2,9-ға. Біз соны пайдаланып, белгісіз заттың емерін таба аламыз. Демек, 29 ауаның емері, оны көбейтеміз. Сол берілген
ауа бойынша тығыздыққа 29-ды 2-ді 9-ға көбейтіп жіберетін болсақ, көбейтіп жіберіңіздер сіздерде. Сексен төрт болады екен. Енді мына заттардың ішінен, органикалық заттардың ішінен қай біреуі бізде 84 болады, соны есептеп көрейік. 12-ні 6-ға көбейтсек 72, оған 12-ні қосатын болсақ 84. Демек бізде гексан деген жауап дұрыс болады екен. Гексан жауап бізде С жауапта тұр. Оқушылар түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздерге өте қарапайым есеп. Келесі есеп өтейік. Темірдің 39 грамын ерітуге күкірт қышқылының 250 мл жұмсалды дейді. Ал енді ерітіндегі күкірт қышқылының молдық концентрациясы. Қадірлі оқушылар, молдық концентрацияға байланысты есептер келгенде сіздерде кішкене күрделі деген ой келеді. Негізі олай емес, өте оңай. Тек қана оны түсініп алу керек, жолын біліп алу керек. Демек, реакция теңдеуін жазып жіберейін. Темір күкірт қышқылында еріген екен. Демек, менде темір сульфаты және сутек газы түзілген. Ал енді 39 грамм темір ертілген екен. Оның астына 39 грамм берілген үшін 1 молының массасын жазып жіберейік. 56 грамм болады. 56 грамм бөлінген мол десек те болады. Ал енді күкірт қышқылы ертуге жұмсалған. Қанша күкірт қышқылы жұмсалған тауып алайық, иә? Демек, 98-ді 39-ға көбейтіп 56-ға бөлген кезімізде бізде 68-де 28 грамм болды. Ал енді, қадірлі оқушылар, сіздер молдық концентрацияны табу формуласын жақсы білесіздер. Оны С-м мен белгілейміз. N бөлінген В немесе N-нің орнына М бөлінген үлкен малярлық масса көбейген В деген формулаға келетін боламыз. Сол жерде бізге барлық данныйлар мына жерде тұр. Берілген массаны тауып алдық. 68,25. Бізде молдық массасы 98 күкірт қышқылының, ал көлемі 250 мл. Тек қана мына 250 мл-ді біз 1000-ға бөліп жібереміз. Сол кезде бізде 0,25 болады. Литрге айналдырып жібереміз. Көбейтіп бөліп жіберсеңіздер болады. Мына 98-ді 0,25-ке көбейтсек, ол 4-тен 1 бөлігі деген сөз. 98-дің жартысы 49, ал оның жартысы 24,5. 68-ді 25-ді 24,5-ға бөліп жіберіңіздер. 2,78 мол бөлінген литр болды. Демек, 2,78 деген жауап болды. Тестке қарайтын болсақ, я бар екен, 2,8 деп алсақ та болады. Мына жерде бұл жауап. Келесі сұраққа өтеміз. 18 сұрақ, 17-де бұл жауабы дұрыс болды. 2,8 мол бөлінген литр. Тығыздығы 1,12 грамм бөлінген миллилитр 11,59% натрий карбонаты ертіндісінің малярлық концентрациясы. Демек, қадірлі оқушылар, мынандай малярлық концентрацияға есептер келсе, сіздерде кішкене өте күрделі деген ойлар болады. Негізі олай емес. Мен сіздерге бүгін мына малярлық концентрацияға байланысты өте жеңіл, өте қарапайым бір жолды үйретейін деп отырмын. Мына сіздер білесіздер, я? 11,59% деген сөздің мағынасы бұл 100 грамм ертіндінің құрамында бар болған еріген заттың массасы. Демек, 100 граммда 11,59 грамм еріген зат бар. Натрий карбонаты. Ал енді бізде малярлық концентрация әрқашан 1000 болады. Яғни, біз оны миллилитрде алатын болсақ 1000 миллилитр, ал литрде алатын болсақ литр деп аламыз. Сол себепті біз мына жерде жүздігімізді уже неге айналдыруымыз керек?
неге литрге айналдыруымыз керек. Сол себепті мына жерде қазір 1000 дейтін болсақ, мына 100 грамм ерітінді, ал 1000 дегеніміз ол дұрыс болмай қалады. Сол себепті біз қазір мынадай сіздербен масса тең болады ρ көбейген в деген формула арқылы сол ерітіндінің массасын тауып аламыз, жалпы массасын. Бұның үшін мына жерде тағы бір назар аударыңыздар. 1 миллилитр ерітіндіде болған заттың массасы 1,12 грамм екен. 1 миллилитрде 1,12 грамм бар екен. Олай болса, 1000-да қанша болады деген оймен 1000-ге көбейтіріп жібереміз. Бізде бұл санымыз бағана айтқан 1000 миллилитрдегі еріген заттың массасы, ерітіндінің массасы болып есептеледі. Демек, 1120 грамм ерітінді бар екен. Енді мына жерде байқасаңыздар 1000 деп алмаймыз деп айттым. Сол жерде біз демек 1120 деп аламыз. Себебі оған дұрыс келетін масса мына жерде бізде 1120 болып тұр. 1120 граммда қанша еріген зат бар деген сұрақты қоямыз. 11,59-ді 11,59-ді 1120-ға көбейтіп 100-ге бөлген кезде бізде болады екен 129,8 грамм. Демек 129,8 грамм еріген затты тауып алдық. Ал енді См маляр концентрацияның формуласын білесіздер. N бөлінген малярлы масса көбейген көлем. Сол формуланы пайдаланып шығара саламыз. Демек бізде берілген массаны тауып алдық. Натрий карбонатының емері 106-ға тең, оны барлық есептерде қолданып жүрміз, ал көлем 1 литр болып тұр. Есепті шешіп шығатын болсақ, 1,225 бізде болады маляр, немесе мол бөлінген литр. Енді сондай жауап бар ма? Бізде ондай жауап бар екен. С деген жауабымызды белгілейміз 18-де. Келесі сұрақ өтейік, 19. Кристалл гидраты берілген екен. Магний сульфат 7 молекула су 12% ерітіндісінің 1 килограммын алу үшін жұмсалатын судың массасы дейді. Демек, кристалл гидрат берілген кезде бізде екі жайтқа көңіл бөлу керек. Бірінші, мына кристалл гидраттың жалпы сумен біргеліктегі емері, сосын сусыз тұздың емері және молдық массасы. Сол екеуін бізге білу өте маңызды. Магний сульфаттың өзінің сусыз тауып алайық біз. 24, 32, 64 болады. Жалпы бізде 120 грамм бөлінген мол. Ал енді кристалл гидраттың молдық массасын тауып алайық, немесе емерін тауып алайық десек те болады. Көбейген 7 молекула су болып тұр. Демек, сусыз тұз 120 болды. Оған қосып жібереміз. 7 молекула суымыз 126. Демек, екеуі тең болып жатыр 246 граммға. Демек, екеуінде анықтап алдық. Енді біз мынандай теңдеу бар, сіздер жақсы білесіздер. Еріген заттың формуласын табу, еріген заттың массалық үлесін табу формуласы. Мына жерде де бір особенный момент дейміз, соған көңіл бөліңіздер. Жоғарыда әрқашан сусыз тұздың массасы тұрады. М тұз дейміз. Ал мына жерде М кристалл гидрат плюс М су тұрады. Сіз мына формуланы жақсы біліп алсаңыздар, онда сізде бәрі керемет болады. Көбейген 100 дегенді жазбай-ақ қоямын. Мына жерде W-ны 100-ге бөліп ала салуға да болады. Сонда есепті жеңіл шығарасыздар. Демек, бізге 12% деген сөзіміз 100-ге бөлсек 0,12 болып жатыр. Мына жерде X бізге сол сұралып тұр. Анық емес еріген затымыз, ал төменде болса 1 килограммын және ерітіндінің 1 килограммы 1000. 1 килограммды 1000 деп алсақ болады. Есептейтін болсақ, X-іміз тең болады екен 120-ға.
Опана, бұл оңай болып қалды. Неліктен? Себебі 120 грамм магний сульфаты, мына қазір біз X дегеніміз магний сульфатының сусыз тұздың массасы болды. Ол 246 грамм кристалл гидраттың құрамында болады екен. Ал бізге мына есептің шарты бойынша магний сульфатының кристалл гидратының 12%-дық ерітіндісін 1 килограммын алу үшін жұмсалатын судың массасы. Демек, біз кристалл гидраттың формуласын таптық. 120 грамм, оны кристалл гидратқа айналдыратын болсақ 246 болады. Ал жалпы бізде 1000 және 1 килограмм еді. Одан азайтамыз 120 емес, оны кристалл гидратқа айналдырған кезде 246 болады. 246-ны азайтатын болсақ, бізде 6-ны азайтамыз 4 болады, 5 болады, 7. Демек, 754 деген жауап болды. 754 бізде С жауапта тұр екен, белгілеп жіберейік. Түсінікті болды ма, оқушылар? Мына жерде көңіл бөліңіздер. Мен өте оңай қарапайым жолмен сіздерге шығардым. Сіздер кристалл гидрат туралы есеп шығарған кезде барынша оңай жолдарды таңдап алыңыздар. Бұл жерде маңыздысы сусыз тұзды және кристалл гидратты бір-бірінен айырмашылығын біліп алу керек. Сусыз тұз әрқашан бізде жоғарыда тұрады, ал төменде кристалл гидрат және оны ерітуге жұмсалған су тұрады. Сол себепті біз сусыз тұзды тауып алдық. Бұл сусыз тұз қанша кристалл гидраттың құрамында болатынына анықтадық. Енді жалпы ерітіндінің көлемінен кристалл гидраттың массасын азайтып тастайтын болсақ, бізде судың массасы келіп шығады. Себеп бізде судың массасын сұрап жатыр. Демек, 2 рет түсіндірдім, түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Демек, С деген жауапты белгіледік. Енді келесі сұраққа өтейік. 20. Скрин қылып алыңыздар, қадірлі оқушылар. Мен өшіріп тастайым. 224 литр метан және ацетилен қоспасы берілген. Осы қоспа арқылы бром суын жібергенде 346 грамм тетрабром туынды тұнба түседі. Қоспадағы газдардың көлемдік үлестері. Қадірлі оқушылар, мен қоспаларға байланысты 3 видео жазғанмын. Оны YouTube каналдан көрсеңіз болады. YouTube'та тұр. Қоспа 1, қоспа 2, қоспа 3, немесе параллель жүретін реакциялар 1, параллель 2, параллель 3 деп бергенмін. Онлайн химия кезетте тұр, сол жерден таба аласыздар, әрқайсысын көресіздер, және сіздерге бұл тақырып менің ойымша өте керемет түсінікті болады. Енді мына жерін анализ жасап жіберейік. 224 литр метан және ацетилен қоспасы беріліп тұр екен, я? Ал енді бізде бұл мынандай сұрақ туындайды. Бром мен бром суын жібергенде олардың әрқайсынан бөлек-бөлек реакцияға түседі ма, немесе біреу түседі ма деген сұрақ. Қадірлі оқушылар, сіздер жақсы білесіздер, мына метан орынбасу реакциясына түседі. Бірақ метандың орынбасу реакциясын жазу үшін оны қажетті жағдайлар жарату керек. Ал тура бізде тек қана мына қанықпаған көмірсутек және ацетилен, немесе нақты айтатын болсақ, алкин түседі екен. Сол реакцияны жазамыз. Ацетилен броммен әрекеттеседі. Бізде тетрабром этан түзіледі. Демек, бұл жерде бром артықша алынған дейміз, возбитке. Демек, артықша алынған бром мен ацетилен әрекеттескенде тетрабром этан түзілді. Енді біз мына есептің шартына қайтадан оралайық, я? Есептің шартына оралатын болсақ, енді бұның емерін есептеп жіберейік, берілген сандарды қояйық. Демек, бізде ацетиленіміз әлі қанша екені беймәлім болып тұр. Қазір X мол деп тұрайық, я? Бұл мына жерде 1 мол реакцияға түсіп жатыр. Енді мынаның емерін есептеп тауып жіберейік. Бізде С2, H2 24-26 болады. Плюс бром 4-іміз 320 болады. 80-ді көбейтеміз 4-ке. Демек 346 болып жатыр.
оның молдық массасы. Ал бізде мына жерде есептің шартында берілген 346 екен. Демек, бұдан не келіп шығып тұр? Демек, бұл мына 346 берілген болса, демек реакцияға түскен ацетиленнің несі зат мөлшері 1 мол деген сөз. Демек, 1 мол ацетилен реакцияға түскен екен. 1 мол ацетилен қандай литр болады? Әрине 22-да 4 литр болады. Олай болса, 224 литрден 22-да 4-ті азайтқан кезімізде бізде қалғаны не болып жатыр? Метан газы болып жатыр. Ал енді көлемдік үлестерді табу үшін фи дейміз, ацетилен 22-да 4 литрні бөліп жібереміз, жалпы 224 литрге. Көбейтеміз 100-ге. Көлемдік үлес дегеніміз бұл көлемдердің қатынасы болып есептеледі. Демек, бізде мынаны бөлетін болсақ 10% жауабын алдық. Енді тура сол сияқты метанны да есептеп жіберуге болады. Бізде 201,6-ны 224 литрге бөліп 100-ге көбейтетін болсақ, демек 90% деген жауап болды. Енді мына жерде қарайтын болсақ, ол бізде Б жауабында тұр екен. Демек, тағы бір рет түсіндіріп жіберейін. Бұл мына қоспа негізі күрделі қоспа емес. Неліктен? Себебі мына жердегі қоспаның құрамындағы екі газдың тек қана біреуі реакцияға түсіп тұр. Бұндай жағдайда біз екіншісін жалпы көлемден реакцияға түскенін азайту арқылы оны тауып алуға болады. Ал көлемдік үлесті табу үшін әрқайсының көлемін жалпы көлемге бөліп 100%-ға көбейтіп жібереміз. Түсінікті болды ғой, сіздерге? Демек, Б жауабын белгілеп жіберейін. Демек, менде Б деген жауап дұрыс екен. Келесі сұраққа өтейік. Оқушылар, бізде кристалл гидрат, жоқ, түрлі түсті заттар деген не берілген екен? Танысып шығайық. Химия пәні заттардың түрлі түстілігімен қызықты. Түсті заттарға қарапайым жай заттар, күрделі заттардан бастап құрылысы күрделі кешенді қосылыстар жатады. Демек, титан, күміс түсті металл, алюминийден сәл ауырлау, бірақ беріктігі 3 есе артық. Мына мәліметтерді бір қағаз алып жазып алыңыздар. Демек, титан, күміс түсті, алюминийден ауыр, беріктігі 3 есе артық. Себебі тестте бұндай мәліметтер келіп қалуы мүмкін. Сыртқы қабаты оксидті қабықпен қапталғандықтан коррозияға тұрақты, басшы сұйықтығында ерімейді. Темір екі оксиді жазамыз, қара ұнтақ деп жазып алыңыздар сол қағазға. Суды ермейді. Кальций фосфиді, қызыл қоңыр түсті ұнтақ, онда жазыңыздар. Кальций 3P2 қызыл қоңыр түсті ұнтақ. Суда оңай гидролизденіп, ақ суымен улы газ фосфинді түзеді. Көптеген сульфиттер қара түсті, бірақ кадмий 2 сульфиді сары кристалл. Бұнда жазып қойыңыздар. Кейбір заттардың бірдей тотығу дәрежесіне ие оксидтері мен тұздары әртүрлі түстерге ие. Мысалы, хром 3 оксиді жасыл ұнтақ, хром 3 сульфаты күлгін түсті ұнтақ. Түсті заттардың тағы бір тобына кристалл гидраттар жатады. Мысалы, темір 2 сульфатының гептагидраты ақшыл жасыл түсті кристалл. Бұнда жазып қояйық. Никель 2 сульфатының кристалл гидраты, гептагидраты жасыл кристалл. Ал хром ашудасы калий хром SO4 мына жерде төменге түсейін. Күлгін түсті тері илеу өндірісінде қолданылатын зат. Мыс 2 сульфаты ақ түсті кристалл, бірақ оның пентагидраты көк түсті. Демек, мыс 2 сульфаты ақ кристалл деп жазып қойыңыздар. Пентагидраты көк түсті деп. Себебі мына мәліметтер қазір бізде тестте келіп қалуы әбден мүмкін. Ал енді біз мына мәнмәтін бойынша жауаптарды мәнмәтіннен табып белгілейтін боламыз. Демек, бізде мәтінде сөз болған алюминий 3 есе берік металл. Демек, қазір ғана сіздерге айттым. Демек, бұл титан. Дұрыс па? 3 есе берік. Мына жерде титан беріктігі 3 есе артық деп жазған еді. Демек, Д жауапты белгілеп жіберейік. Тездетейік. Уақытымызды үнемдейміз. 22-ші сұрақ. Демек, ақ түсті кристалл. Бағана сіздер жазып қойдыңыздар. Ақ түсті кристалл бізде бұл мыс сульфаты. Кейінгі сұрақ өтейік. Тері илеу өндірісінде қолданылатын күлгін түсті зат құрамындағы оттектің массалық үлесі. Енді мына қарайтын болсақ, күлгін түсті зат ол қай біреу еді?
Иә, мына жерде калий хром ашудасы демек, ал хром калий ашудасы туралы сөз болып жатқан екен. Демек, калий хром ашудасының эмерін жазып, оның құрамындағы оттегінің несін, массалық үлесін табуды сұрап жатыр екен. Соны есептеп жіберейік. Оның эмерін есептейік, калькулятор алыңыздар. Молдық массасын тауып жіберейік. Табатын болсақ, есептейік. 499-ға тең екен. Себебі мына жерде калий 39, хром 52, ал мына SO4 екіміз 192, 12 H2O бізде 216. Мына жазып қойайын ба? Жалпы 499 болды. Ал енді бізде массалық үлес оттегіні сұрап тұрғандықтан, оттегі қанша атом оттегі бар? Мына жерде қараңыздар, 4-2-ге 8, мына жерде 12, қосатын болсам 20. Демек, 20-ны көбейтемін 16-ға, себебі бізде 20 атом оттек болды. И жалпы 499-ға бөліп жіберемін. Және 100%-ға көбейтеміз. Демек, бізде есептеңіздер сіздерде. 64% екен. Демек, 64% оттек бар екен. Енді бұл бізде қай жауапта тұр? Бұл жауапта тұр екен. Келесі сұрақ 24. Демек, қызыл қоңыр түсті би элементті. Бізде алдыңғы сұрағымыз белгіленді ма? 23. Иә, 64 белгіленген екен. Тағы белгіленбей өтіп кетпейік дегенім ғой. 24. Қызыл қоңыр түсті би элементті тұздың гидролиз теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы дейді. Демек, бізде қызыл қоңыр түсті ол не еді? Қызыл қоңыр түсті ол кальций фосфиді болатын. Гидроз деп жіберейік. Бізде түзіледі ак кальций гидроксиді және фосфин. Оның мына жерде тексте жазып қойған. Кальций фосфиді қызыл қоңыр түсті ұнтақ, гидролизденгенде ак суы мен улы газ фосфинді түзеді. Мына теңдеуді сіздермен бірге жаздық. Ал енді теңдеуде коэффициенттер қосындысы. Жерде біреу, 6, 7 қоссақ, мына жерде 8, мына жерде 10 болып жатыр ма? Теңдемек біз ғой. Мына жерде кальций 3 екен, е? Мына жерде 3 қойып жіберейік. Демек, фосфор 2 екен. Оның алдына 2-ні қойдық біз. Демек, тең болды. Мына жерде біреу, 6, 7 болды. 3-ке 2-ні қоссақ, 5 болды. Демек, 7-ге 5-ті қосатын болсақ, 12. Демек, А деген жауабымыз дұрыс екен. Келесі сұрақ. Ақшыл жасыл түсті кристалл гидратты суды ертіп алынған ерітіндіге артық мөлшердегі натрий H ерітіндісін қосқанда тұнба түзілді. Түзілген тұнбаның ерітіндіден бөліп алып қыздырғанда 2,52 грамм қара түсті ұнтақ зат алынды. Суда ерітілген кристалл гидраттың массасы.
Демек, қадірлі оқушылар, бұл есепте кристалл гидрат қатысында екен. Демек, кристалл гидраттың жалпы формуласы бізде қандай болады? Ақшыл жасыл түсті, бұл мына жерде айтып кеткен еді, табайық. Ақшыл жасыл түсті темір 2 сульфатының гептагидраты. Формуласын жазып алды. Енді оны суда еріткен және оған натрий гидроксидін қосқан. Натрий гидроксидін қосқан кезде бізде темір гидроксиді және натрий сульфаты түзіледі. Темір гидроксиді тұнба әрине. Теңестіріп жіберейік мына жерін. Ал енді мына жерде алынған темір гидроксидін қыздырған. Темір 2 гидроксидін қыздырған кезде бізде қара түсті ұнтақ алынды дейді. Бұл қара түсті ұнтақ бізде темір 2 оксиді болып тұр. Енді демек біз теңдеулерін жазып алдық. Берілген зат мына 2,52 мына жерден басталған екен, я? 2,52 грамм қара түсті ұнтақ зат алынды. Одан біз қара түсті ұнтақ заттан пайдаланып, нен табуымыз керек? Темір сульфатын табуымыз керек. Темір сульфатының емерін қойып жіберейік, 152 грамм. Темір оксидінің емерін қойып жіберейік, 72 грамм. Демек, біз қазір мына жердегі пропорцияны шешетін болсақ, бізде не болады? Шыққан санымыз бұл темір сульфатының массасы болады. Демек, темір сульфатының қазір есептеп көріңіздер. Тауып жіберейік, калькулятормен есептеп. Есептедік, 5,32 болады екен мына жерде. 5,32 грамм. Бірақ біз бұл тапқан санымыз қазір темір сульфатының өз ғана болды. Енді біз мына жерден темір сульфатының емерін және сусыз темірдің емерін тауып алуымыз керек. Темір сульфатының сумен біргеліктегі емері 278, ал сусыз тек қана темір сульфатының өзінікі тең болады 152. Демек, 278-де 152 болатын болса, 278 кристалл гидратта 152 сусыз тұз болатын болса, 5,32 болып тұр ғой, біз таптық темір сульфатын. 5,32 граммымыз қанша кристалл гидратта болады деп шешіп шығамыз. Шешіп шығыңыздар. Шешіп шығатын болсақ, 272-ні 5,32-ге көбейтіп, 152-ге бөліп жібереміз. Бізде 9,73 деген жауап болды. Демек, бір рет түсіндіріп жіберейін. Мына жерде текстте, мәтінде 2,52 грамм қара түсті ұнтақ зат алынды дейді. Бұл темір 2 оксиді. Біз ол арқылы темір сульфатын тауып алдық, еріген. Бірақ бізге есептің шартында темір сульфатын емес, кристалл гидратты сұрап тұр. Сол тапқан темір сульфатының массасын кристалл гидраттың массасына айналдырып жібердік. Оның үшін біз бұлай ойладық, мынандай болжам жасадық. 278 грамм кристалл гидратта 152 грамм сусыз тұз болатын болса, 5,32 грамм сусыз тұз қанша грамм кристалл гидратта болады деген пропорциямен 9,73-ті тауып алдық. Демек, енді белгілеп жіберейік. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Өте қарапайым жолмен шығарып жатырмыз есептерді. Келесі сұраққа өтсек болады енді. Демек, бізде енді көп жауапты тесттер басталып жатыр. Қадірлі оқушылар, мұқият болуымыз керек. Көп жауапты тесттерде, кейбір тесттерде бір жауапта болып қалуы мүмкін, 2-де болуы мүмкін, 3-те болуы мүмкін. Ал олай болса, сыртқы қабатында 2 электрон болатын элементтер. Демек, қадірлі оқушылар, сыртқы электрон қабатында 2 электрон бізде
бериллий мен магнийда және кальций мен стронцийда болуы мүмкін. Демек, бериллий мен магний, кальций мен стронцийні белгіледік. Келесі сұраққа өтейік. Құрамында хлор бар қосылыстар. Демек, қадірлі оқушылар, бұл да өте жеңіл сұрақ екен. Хлор бізде бертолий тұзында және калий хлор O3 болады формуласы. Галит деп жатыр. Галит натрий хлор болады формуласы. И сильвин деп жатыр, калий хлор болады. Демек, хлор бар қосылыстар мына үшеу екен. Демек, D, E, F деген жауапты белгіледік. Келесі сұрақ өтейік. Гетерогенді катализ реакциялары. Оқушылар гетерогенді катализ реакциялары және гомогенді катализ реакцияларын ажырату үшін мынандай моментке көңіл бөлеміз. Мына реакцияға қатысушы реагенттермен катализатордың фазасы немесе агрегат күйі бірдей болатын болса гомогенді болады, әртүрлі болса гетерогенді болады. Демек, мына жерде гомогенді, ал мына жерінде катализатор жарық екен, бұл дұрыс келмейді. Ал мына жерде аммиак газ, оттегі газ, ал платина болса қатты зат. Демек, гетерогендіге бір жауабымыз дайын. Келесі бізде SO2 газ, O2 газ, су газ, а NO2 да газ. Сол себепті бұл жауапта бізге дұрыс келмейді. Келесі жауаптарды көрейік. Келесі ацетилен газ, сутегі газ, никель қатты зат. Демек, бір жауабымыз мынау екен. Келесі ацетилен газ, сутегі газ, палладий қатты зат, металл. Сондықтан тағы бір жауабымыз. Демек, C, E, F деген жауаптар дұрыс болды. Белгілеп қойдық. Келесі сұрақ өтейік. Бернстед-Лаури теориясы бойынша қышқыл және негіздер. Демек, қадірлі оқушылар, сіздер қышқыл негіздік теорияның үш түрін білесіздер. Оствальд-Аррhenius назариясы теориясы, Бернстед-Лаури теориясы және Льюис теориясы. Мына жерінде Бернстед-Лаури теориясы туралы сұрап тұрған екен. Сіздер бұл үш теорияны бір-бірінен жақсы ажыратып алу үшін мынандай моменттерге көңіл бөлулеріңіз керек. Қадірлі оқушылар, Бернстед-Лаурida тек қана протон назария деп аталады, протондық назария. Сол себепті протон туралы сөз болады, және протон дегеніміз H+. Демек, қышқылдар протон береді, ал негіздер протон қабылдайды. Көрдіңіздер ғой, ал сол себепті протон туралы сөз болған белгілесек, бұл Бернстед-Лаури теориясы болып есептеледі. Ал бізде Льюис теориясында электрон туралы сөз болады. Электрон донор, электрон ацептор деп. Ал Оствальд-Аррhenius теориясында болса, ол жерде қышқылдар сутек протон ажыратады, бөледі, немесе негіздер OH гидроксил топ бөледі деген тұжырымдаманы алға тартады. Сол себепті біз Бернстед-Лаури теориясында қышқылдар, негіздер протонына көңіл бөледі екенбіз. Демек, С және Д деген жауаптарды белгіледі. Келесі сұрақ. Үшіншілік аминдер. Аминдерді ажыратып алған кезімізде мен сіздерге бір оңай жолын үйретейін. Біріншілік аминдерде, мысалы, өзі аминдердің формуласын жазатын болсақ, мынандай болады. NH бізде аммиактың формуласы. Демек, сол аммиактың формуласындағы бір сутек, мысалы, радикалға алмасынатын болса, NH2 қалады. Сол себепті мына формулада NH2 болатын аминдер ол біріншілік болады. Біріншілік. Ал енді екі сутекті біз радикалға ауыстыратын болсақ, демек NH қалады. Бұл бізде уже екіншілік аминдер болып қалады. Ал үшінші сутекті де біз радикалға ауыстыратын болсақ, бізде тек қана N-нің өзі қалады, H болмайды. Демек, сондай жауаптарды біз сіздермен іздейтін боламыз. Демек, А жауабы дұрыс екен.
мынау уже бізде байқағаныңыздай өздеріңіз NH болып тұр, демек дұрыс емес. Мынау да NH болып тұр, дұрыс емес. Мынау NH2 болып тұр, дұрыс емес. Мынау N болып тұр. Демек, үшіншілік аминдерді тек қана N болу керек. А және Е деген жауаптар дұрыс болды. Келесі сұрақ өтейік. Бізде тотығы тұзстану реакциясы берілген екен. Тотығы тұзстану реакциясындағы X заты және тұз қышқылының алдына қойылатын коэффициент дейді. Сіздер бұл реакцияны білсеңіздер керек, өте көп қолданылатын реакция. Мына жерде калийның марганецтің тотығы дәрежесі плюс 7, ол мына жерде плюс 2-ге өтіп жатыр. Ал хлордың дәрежесі минус 1, ол 0-ге өтеді. Мына жерде, демек, X-іміз хлор екен ғой, мына. Хлор 2 0-ге өтеді. Демек, мына жерде плюс 7-ден плюс 2-ге азаю үшін ол 5 электронды қосып алады, ал мына минус 1-ден 0-ге өту үшін ол 2 электронды береді. Бірақ дегенмен бұл жерде өзгермей өткен электрондар да бар. Сол себепті біз H хлордың алдында 16 коэффициентін қоямыз. Ал хлор, мына жерде хлор 2 түзіледі. Енді мына шартқа қарайтын болсақ, X заты, бұл хлор. Демек, коэффициентіміз, сіздер мынаны бәрін жазып шығуды қалайсыздар ма? Мен жазып берейін ба? Марганец плюс 7-нен плюс 2-ге өтіп жатыр. Ал хлор минус 1-ден хлор 2 0-ге өтіп жатыр. Мына жерде плюс 5 электрон, 5 электрон, мына жерде минус 2 электрон. Мына жоғардағы бұл тотықстану, мына тотығы болып жатыр. Енді коэффициенттер мына 5 пен 2, оны ауыстыратын болсақ 2 мен 5. Демек, марганец плюс 7-нің алдыға мына жерге 2 қой деп жатыр. Мына жерде тағы калий хлордың алдына, манган хлордың алдына 2 қойылады. Мына марганец пен калийді теңестіру үшін. Ал енді хлор бізде мына жерде өзгеріп өткені, мына хлордың алдында 5 коэффициенті бар. Мына 5 көбейген 2, мынаның 10 болып тұр H хлордың алдында. Ол өзгеріп өтіп жатыр. Мына жерде тотығы дәрежесі. Ал хлордың алдында 5 деген коэффициент бар, қойып қойдық. Бірақ негізі мына жерде өзгермеген. Хлор минус 1 бойынша қалпында қалған 2 және 4 алтау хлор болып тұр. Демек, мына 10-ға алтауыны қосып жіберетін болсақ, демек, бізде 16 болды. Сол себепті жауаптарымыз сондай болады. Демек, хлорды белгілейміз және 16-ны белгілейтін боламыз. Келесі сұрақ өтейік. Қыздыруға тұрақты оксидтер. Қадірлі оқушылар, сіздер 11 сыныптың оқулығыдан 4-ші топ элементтері немесе 14-ші топ элементтері деген тақырыпты мұқият оқып шығыңыздар. 14-ші топ. Бұл бізде жаңа формат оқулығынан жаңадан қосылған тақырыптар. Сол себепті ол жерде қай оксидтер қыздырған кезде ыдырап кетеді, қай оксидтер қыздырған кезде ыдырамайды. Сол туралы мәліметтер берілген. Сіздер бұның бәрін оқып, біліп аласыздар. Сонда ғана жауаптарыңыз дұрыс болады. Ол жерде мынандай кремний 4 оксиді және көмірқышқыл газы тұрақты қыздыруға деген мәліметтерді табасыздар. Ал мына плюмбум 4 оксиді, германий 2 оксиді, қалай 4 оксиді, бұлар қыздырған кезде кремний 2 оксиді, олар бәрі тұрақсыз және басқа оксидтерге ыдырап кетеді. Сондықтан да сіздер бұл тақырыпты оқып шығыңыздар. Неге белгіленбей қалды? Ойбай, интернетіміз тағы ақсап қалды ма? Демек, бізде көмірқышқыл газы мен кремний 4 оксиді қыздырғанға тұрақты болып есептеледі. Біз белгілеп қойдық. Келесі сұрақ өтейік. Полимерлерге тән қасиеттер. Сіздер полимерлер туралы мәліметтерді, физикалық қасиеттерін бір рет қарап қойыңыздар. Сол жерден керекті мәліметтерді аласыздар. Демек, полимерлердің барлығы білеміз қандай болады? Жеңіл болады. Электр тоғын өткізбейді.
ол жақсы ерімейді, олар бөкіп қалады дейміз. Сосын берік емес дейді, жоқ, олар өте берік болады, тағы да олар мына температураны көтерген кезде өзінің несін өзгертеді, пішін, және суытқан кезде сол берген пішінді сақтап қалады және қайта қалпына келеді. Демек, полимерлердің мына қасиеттері жеңілдігі, сол беріктігі, металдарға қарағанда берік және коррозияға шыдамды, тағы да суытқанда қайта қалпына келуі оларды жақсы күнделікті өмірде пайдалануға көмек береді екен. Демек, біз келесі сұрақ өтейік. Құрамында 20% қоспасы бар 9 тонна фосфориттен алынған фосфор ангидридінің массасы, оның шығымы 85% болса деп тұр. Демек, қадірлі оқушылар, бізде қазір болып тұр мына есеп. Сіздер фосфорит деген нені естіген болуларыңыз керек. Фосфорит бізде, оқушылар, ол қоспа ретінде болады, ол таза зат емес. Сондықтан да оның формуласын жазған кезде кішкене екі ойлы болып қиналып қалуларыңыз мүмкін. Бірақ біз қоспаның барлығын жаза алмаймыз. Тек қана оның құрамдағы кальций ортофосфатын жазып, сонымен есепті шығаруға болады. Сондықтан фосфориттің құрамы күрделі болса да, бірақ біз оны кальций ортофосфат ретінде жаза берсек болады. Негізі бұл кен болғандықтан оның құрамы кішкене күрделі болады. Реакцияны жазбастан-ақ мынандай схемамен істеуге болады. Мына жерде фосфор екеу, ал сондықтан екеу болып тұр. Демек, олардың саны тең деп айтуға болады. Демек, енді біз мына жерде есеп қисап жұмыстарын жүргізейік. 9 тонна деп тұр. Демек, 9 тонна фосфориттің құрамында 20% қоспасы бар болса, демек, таза заттың массасы болады 9-ды көбейтеміз 0,8-ге. Демек, 80% таза зат екен. Демек, 7,2 тонна болады. Ол 7,2 тонна фосфориттен бізде алынған фосфор 2, O5, фосфор 5 оксидіні сұрап жатыр. Демек, мына жерде олардың емерін қойып жіберейік. Мына 40-ты 3-ке көбейтетін болсақ 120, мынаның ішін есептейтін болсақ 190, қосып жіберетін болсақ 310. Сіздер бұны көп қолдансаңыздар, есептер кезінде білесіздер. Ал енді P2O5-тің массасы 142 екенді білеміз. Енді X-ті есептеп тауып жіберейік. 7,2-ні 142 көбейтіп 310-ға бөліп жібереміз. Демек, есептедік 3,29 тонна болды. Бірақ дегенмен, бұл бізде жауап емес. Неліктен? Мына жерде оның шығымы 85% болса. Оқушылар, бізге мынандай шығым берілген болса, және біз өнімді тауып отырған болсақ, шыққан массаны, тапқан затымыздың массасыны 3,29-ды көбейтеміз шығымға. 0,8 деп алсақ болады, 80-ге көбейтіп 100-ге бөлсек те болады. Демек, М практикалық зат дейміз. Практикалық зат тең болады. Ол практикада шығып тұр ғой, 85% екен, 0,8 емес. 0,85% шығыммен практикада шығып тұрғандықтан оған көбейтіп жібереміз. Демек, бізде 2,8 тонна деген жауап болды. Ол қай жауапта тұр екен бізде? Демек, F деген жауабымызда тұр екен. Түсінікті болды ғой, сіздерге? Бұл есеп күрделі емес, тек қана фосфорит дегенде сіздер қобалжып қалмасаңыздар болды. Келесі сұраққа өтейік. Демек, 35-ші сұрақ. 150 грамм глицинді бейтараптауға қажетті натрий гидроксидінің массасы және зат мөлшері. Глициннің формуласы амин этан қышқылы. Амин этан қышқылын бейтараптау үшін натрий гидроксид қосылған екен. Әрине, тұз түзіледі.
Тағы бізде мына жерден OH, мына жерден H су түзіліп жатыр. Ой, жазылмай кетті ғой. 16 плюс мына жерде 12, 14 плюс мына жерде 12, 13 плюс 32. Демек, қосып шығатын болсақ, мына 20, 30 болды. 30-ға 32, 62. Демек, оған 13, демек 75 болып тұр екен. Демек, 75 грамына натрий OH-тан мына 1 мол жұмсалып тұр, ал 150 грамға демек 2 мол жұмсалады. Ал 2 мол жұмсалатын болса, оның массасы бізде болады 2 есе көп, және 40 грамм емес 80 грамм болады ғой. Демек, бізде жауаптарды белгілеп жіберейік. 80 грамм белгіленбей кетті ғой. 80 грамм және 2 мол деген жауапымыз дұрыс болады. Демек, қадірлі оқушылар, сіздермен мына бүгін тест талдауын аяқтадық. Соңғы сұрақ 35-ші сұрақты көрдік. Барлық сұрақтарды біртіндеп түсінікті тілмен, қарапайым тілмен түсіндіруге әрекет жасадық. Біздің каналымызға кіріп, кейбір есептерді шығаруды көмек алыңыздар. Аяқтау батырмасын басамыз. Тестілеуді аяқтадық. Бісміллә деп. Ура! Демек, бізде 45-ке 45 болып тұр екен. Демек, қадірлі оқушылар, бүгінгі тест талдауын аяқтадық. Сіздер үшін пайдалы деген ойдамын. Сіздермен тағы жаңа базадан сұрақтар болып қалса, жаңа базадан қарастырып көреміз. Тағы тест талдауын тастайтын боламыз. Әрқашан біздің каналда, YouTube-та бізбен бірге болыңыздар. Сіздерге жоғары балл алуды, әрқашан 45-те 45 тілеп алуды тілеп қаламын. Сау болыңыздар. Келесі сабақта, келесі тест талдауда көріскенге дейін.